Сәлеметсіздер ме, мен сүйікті көрермендерім. Маған көптеген сұрақтар келіп жатады. Соның ішінде мынау қысты күні жүрек ауруымен ауыратын науқастарды қалай күтім жасауға болады деген сұрақтар, қыстан аман есен қалай шығуға болады деген көптеген күнделікті күнде менің қабылдауымда қойып жататын сұрақтар бар. Соны жинақтай келе ең негізгі 10 кеңесімді орындайтын болсаңыздар, алла бұйыртса аман есен осы қыстан шығамыз. Қысымыз уже аяқталуына жарты ай қалды, бірақ бізде оңтүстікте ертерек қыс аяқталғанмен, солтүстікте наурыз, сәуірдің ортасына қарай аяқталады. Сондықтан осы видео сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Кеңесімді қабыл алыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әлеуметтік желідегі Instagram, TikTok және YouTubeға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең негізгі 10 кеңес: бірінші, тұрақты түрде белсенді болу, физикалық белсенді болу. Екінші, ауа райына байланысты киіну, яғни аяздың қаншалықты болып жатқанына байланысты. Кей кезде күн аязды күні болады, кей кезде күн кішкене жылы болады. Сондай жағдайда ауа райына байланысты киіну керек. Және үшінші, бөлме температурасын бақылау. Яғни бізде көп жағдайда отопительный сезон ғой енді қазір, сол кезде қатты ыстық болып кетуі де мүмкін, немесе қатты салқын болып кетуі мүмкін. Соны тұрақты түрде бір режимге келтіріп, бөлме температурасын ұстап тұру керек. Онда сол кезде біздің қан тамырлар жүйесі болсын, басқа да ауруларға шалдықпайтын боламыз. Төртінші, ол дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану, осы қысты күні бізде көбірек тамақтанамыз. Жазға қарағанда қысты күні көбірек тамақтанамыз. Қысты күні көбінде біз қою тамақтар, тұзды тамақтар көбірек жейміз. Соны кішкене шектеуіміз керек. Өйткені бұл қан тамырлар ауруларына бар науқастарға ол зиян келтіреді. Қан қысым жоғарылауына, жүректің қысылуына алып келеді. Сондықтан дұрыс тамақтануды қолға алу керек. Бесінші, темекі, алкогольді ішімдіктерді қолданбау. Яғни қысты күні неге қолданбау керек деп айтам. Ол тек қана қысты күні ғана емес, жазда да басқа да сезондарда бұл жаман әдеттерден арылу керек. Неге? Өйткені бұлардың бәрі, мен әрқашанда айтамын, жүректің жауы. Жүректің жауын біз жүрекке жақындатпауымыз керек. Денсаулыққа кедергі жасайтын нәрселерден аулақ болғанымыз дұрыс. Алтыншы, күйзелістен аулақ болу, яғни стресстік ситуациялардан аулақ болу. Бізде қазір қоғамымызда күйзеліс, кез келген нәрсе біз үшін стрессовый ситуациялар көп болады. Сондай жағдайлардан өзімізді аулақ ұстауға тырысу керекпіз. Сонда денсаулығымыз мықты болады. Жетінші, қан қысымы жоғары науқастарда қан қысым бақылау керек. Міндетті түрде қан қысыммен учетта тұратын, қан қысымы жоғары пациенттерде міндетті түрде таңертең кешке 2 мезгіл қан қысымын өлшеп, уақытылы дәрілердің ішіп отырған дұрыс. Сегізінші, дәрі-дәрмектерді тек қана дәрігердің тағайындауымен ішу. Бізде мен өзім байқаймын, өзімнің пациенттерім болсын, басқа да пациенттер анау мынандай препарат ішіп жатыр екен, анау жақсы давлениесін түсіріпті екен, анау жүрекке жақсы әсер етті екен деп, басқа науқастың ішіп жатқан препаратын жабысып соны ішеді. Ол дұрыс емес нәрсе. Дәрігер не үшін? Бізде дәрігерлер әр науқастың индивидуально, әр жасына, жынысына, ерекшелігіне қарай тағайындау жасайды. Сол тағайындауларды орындап, өз өміріңізді, өз денсаулығыңызды қолға алғаныңыз дұрыс. Тоғызыншы, көп тамақ ішіп қоюдан сақтану. Күн салқын кезде аз қимылдап, көп тамақ ішуге әрекет жасаймыз. Бұл әрекеттен аулақ болу керек. Күнделікті ішіп жүрген тамағыңызды порциясын көбейтпеу керек. Көп тамақ ішіп қоюдан. Ол асқазан болсын, артық салмақ жиналуға, қан тамырлардың бітелуіне, атеросклерозға алып келеді. Сондықтан тамақтануымызға дұрыс мән беруіміз керек. Және қысты күні ең негізгі суық күндері жылы сусындар.
яғни салқын сусындарға қарағанда жылы ыстық сусындар. Өсімдік шайлар, шиповник, түймедақ, жалбыз шайлар тыныштандыратын әсері бар шайлар. Бұлар бір жағынан тыныштандырады, екінші жағынан көк шай қан қысымын кішкене төмендетуге көмектеседі және асқазанға жеңілдік алып келеді. Сонда жылы шайларды жиі ішіп тұру керек. Сонда аман есен осы қыстан шығатын боламыз. Егер видеомны соңына дейін көрсеңіздер, осы видеоны достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Комментарияға өзіңізді мазалап жүрген сұрақты қойсаңыз болады. Мүмкін келесі видео сол тақырыпта болуы мүмкін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.